Цифрлық трансформация. Қазақстанда орталық Азиядағы ең қуатты суперкомпьютер іске қосылды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Әлем Клауд ұлттық суперкомпьютер орталығына барып, жасанды интеллект пен жоғары өнімді есептеулер үшін арнайы әзірленген NVIDIA H200 графикалық процессорлары базасында жасақталған суперкомпьютерді іске қосу рәсіміне қатысты. Жаңа дата орталықтағы жүйені цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі халықаралық серіктестермен бірге орнатып пайдалануға берді. Жаңа суперкомпьютер кластері FP8 форматында есептеу әдістемесі бойынша 2 экзафлопсқа дейінгі өнімділікті қамтамасыз ете алады. Суперкомпьютердің іске қосылуы еліміздегі негізгі салаларды цифрландыратын маңызды қадам. Өте қысқа мерзімде көлемді деректерді өңдей алатын жоғары өнімді есептеу қуаты, денсаулық сақтау, энергетика, білім беру, мемлекеттік қызметтер сияқты барлық салада қолданылады. Суперкомпьютердің есептеу қуатын стартаптар, университеттер мен ғылыми орталықтар, сондай-ақ мемлекеттік мекемелер мен жеке компаниялар пайдалана алады. Суперкомпьютер шетелдік серверлерге тәуелді болмай, өзіміздің жасанды интеллект өнімдерімізді іске қосуға, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Ролик Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалды.